сіз уже 20+ кремін жағасыз. Ана мына айстримнен басқа 20+ кремін жағасыз. Оның сериясы мына жерде 20+ деп жазылып тұрады. Міне жерде 40+, 50+, 60+, бәрі кремдер тұр. Міне 30+ деп қараңыздар. 20+ кремі міне тұр. Көрдің бе? Манағы крем басқа, мана крем басқа. Енді 30+ кремі тұр. Міне. Кім 30-да? Осын жағады. Кім 40-та? 40+ кремін жағады. Кім 50-де? 50+ кремін жағамыз. Кім 60-та? 60+ кремін жағады. Әркімнің бетіндегі әжімнің тереңдігі әртүрлі. Біздер 50-ден асқан адамдарда терең әжім болады. Себебі біздің бетіміздегі, денеміздегі коллаген кетіп қалды. Коллаген деген кетіп қалды. Коллаген деген адамның терісін бетіп, созып бетіп тұратын нәрсе. Неге мына балдардың беттері жылтырап тұрады? Потому что олардың коллагендері көп, полный. Ол коллаген бетті бетіп қатты ұстап тұр. Сеткі. Ал біздерді уже кетіп қалды. Сондықтан біздердің беттеріміз салбырап, төмен қарай кетіп жатыр. Сондықтан әр возрасттың өзінің кремінің адамның бетін қатайтатын қасиеті бар. Енді сіз келіңіз, мен сіздің бетіңізге крем жағып берейін. Біздің компания осы мына жердегі әртүрлі возрасттың кремінен басқа керемет жақсы платинум деген крем шығарды. Өте керемет крем. Кремнің деген қасиеті да күшті, бәрі жерде күшті. Осындай коробкада орналасқан, міне, осындай коробкада орналасқан. Мынау сыворотка деп аталынады. Бір сыворотка. Сыворотка жазамыз ба? Қазір айтам, бірінші бет тазалаудан бастаймыз. Бет тазалаудан бастаймыз қазір. Бірінші, манадан бері адам далада жүрді, бетіне шаң қонды, жел болып, солардың барлығы адамның бетін ластайды. Енді сіздің орамалыңыз бар, орамалыңыз. Енді қазір бетімізді тазалаймыз. Ол үшін істейміз. Егер адамның беті құрғақ болса, молочкомен жуасыңдар беттеріңді. Сабынмен жуған сайын құрғақ бет құрғай береді. Себебі сабынның құрамында сілті болады. Сондықтан ол қатты. Ал егер молочкомен жусаңыз, молочко деген жұмсақ зат, не жұмсақ. Бұл бетті аздырмайды. Бұл жұмсақ болған себебі бұнда ешқандай сілті жоқ. Молочкоменен сіздің атыңыз кім еді? Болғанай. Бәкеңнің бетін қазір тазалап атырмыз. Өстіп, бетін тазалап, бетті жайлап. Негізі жоғары қарай, реті келсе жоғары қарай істеген жақсы бәрін. Қазір молочконы жаққаннан кейін бетті массажный движениеменен жайлап, сіңіріп, тазалаймыз. Өстіп, тазалаймыз. Мұрын шеміршек, мұрынды бетіп істеуге болады. Маңдайды бетіп екі жаққа қапалға қарай бетіп тазалаймыз. Керек олда. Қыздар. Мойынды ұмытып кетпейміз. Мойынды да бетіп тазалаймыз. 1-2 минуттан кейін бетіміз тазаланады. Сосын ванна бар ғой бәрімізде. Жылы суға, арнайы біздің мынандай губкілеріміз бар. Губкі қазір қара тастаймен қараңыз да, қатты мына, қатты. Себебі мынаға микроб қатты кірмес үшін қатып қалады. Әл егер оны суға салсаң, былқылдап жұмсақ болып шығады. Осындай губкіменен біз бетімізді тазалаймыз. Жоғары қарай мойнымызды, иегімізді, мұрнымыздың астын жайлап бетіп тазалаймыз. Маңдайымызды екі жаққа айырып. Енді үйдің жағдайында ваннаға барып жуасыңдар ғой. Қазіргі мына жерде мастер-класс өткізіп жатқан кезде осындай арнайы біздің ыдыстарымыз бар. Үйде алып қоюға болады. Үйде де сөйтуге болады. Қолдануға. Осы губкаларыңыз многоразовый ма или одноразовый ма? Жоқ, многоразовый. Жақ пайдаланасыз. Обычно одноразовый қолданамыз. Уже өзгеріс берді. Уже мына кісі айтып жатыр.
молочко. Молочко неше минут? Тазартады. 1-2 минут сіңдіреді. Иә, 1-2 минут. Енді бәкеңнің бетін молочкомен жуды. Бізде тоник деген бар. Тоник деген қалған мынау майлы беттің тонигі. Алма. Бізде бар еді. Уже шастап, он бере қалды, иә? Тоникпен сүртеміз. Тон сухой пропитывает. Тоник қалған беттің кірген порларына кірген қалған кірлерді алады. Біріншіден, екіншіден порларды сужайтеді, нетеді, кішірейтеді. Адамның беті дейтін тесік қой. Соны сужайды. Клеткілер. Иә, клеткаларын сужайды. Сөйтіп ватный дискімен жайлап тазалаймыз. Бітті тазаладық та. Енді крем жағамыз. Қазір мен сізге не өндіріп жағайын, да? Далада жүрміз. Платинумда. Платинумның. Мынау көздігі. Мынау Платинумды çok iyi devam edelim. мынау ночной кремі. Ben aldığımda diyeyim. Жалпы құрамында 3 крем бе дос, платинум? Мынау күндізгі крем, мынау ночной крем, мынау көздің кремі. Мынау сыворотка, значит. Осылай 4 түрлі несі бар. 4 түрлі кремі бар. Сыворотканы етеміз. Сначала сыворотка жазсын, ба? Иә, бірінші сыворотка жағамыз, да? Міне үстінен басамыз, ешқандай не етілмейді. Аласыз, ештеңе кірмейтін, қара, үстінде тұр. Күшті екен. Қандай керемет. Сывороткаменен кремді араластыруға да болады, қыздар. Сыворотканың өзін жағуға да болады. Жатқан Сыворотка, иә. Сыворотка неге керек? Сыворотка мына кремнің қасиетін одан сайын күшейтеді. Маңдайға екі жаққа жағып, екі жаққа қарай жағамыз. Мұрынның үстінен бүйтіп, шеміршекке бүйтіп жағамыз. Екі қапталына. Кожно обтягивает, Иә. омолаживает. Енді, конечно, 60 жасты бекер жасамадық қой. Мойынды жоғары қарай жағамыз да, екі қапталын төмен қарай. Бүйтеміз, астын жоғары қарай жайлап. Мойынды вообще қатты басуға болмайды. Өстіп, крем жағамыз. Қалай, әсері? Нормально. Самайды ұмытып кетпейміз. Құлақ, самай дегенді ұмытпаған жақсы дейді негізі. Себебі әжім жақсы, көп түсетін жерде. Сосын мынандай қапталдарына көп түседі әжім. Енді қазір сыворотка жағып жатырмыз. Массаж жасауға қойып, пропитать етіп. Иә, болады. Енді мынау көздің кремі. Көздің кремін мынандай өстеді. Саусақпенен мына саусақпен жағасыз. Көрсіздер ғой. Неге? Себебі мына саусақ жұмсақ саусақ. Бұл деген көзге қатты салмақ түсіруге болмайды. Сондықтан көзге салмақ түсіруге болмағандықтан ең әлсіз саусақпен жағамыз. Және көздің кремін алаңқай деп аталатын көздің айналасындағы сүйекке жағамыз. Ал мына қозғалып тұрған жұмсақ жерлер керек кремді өздері сорып алады. Қозғалып тұратын жерге жағуға болмайды кремді. Бітті, тегізі жағамыз. Дәртің кешісін деп тұра болады. Бетің сондай нәзік екен. Ұстауға қорқып тұрмын. Сіз өзіңіз осыны жағып жүрмедіңіз ғой? Иә, осын бастадым. Міне, кремді болғаннан кейін жайлап бетін жауып қоямыз. Мына өте ыңғайлы да. Алу. Енді мынау ночной крем. Мына айтып кеттім, ночной кремді түнде жағып жатамыз. Жалпы крем 7 мен 9-ның аралығында жағып біту керек ұйықтарға. Дәл ұйықтардың арасында крем жақсаңдар, беттерің ісіңгі, көздерінің айналасы ісіп тұрады таңертең. Сондықтан кремді ертерек жағып тастауымыз керек. Үйге келгеннен кейін беттерін жуып, сразу кремді ваннада жағып тастап, шаруаларына отыра қалыңдар болды, шай тамақтарын. Енді мынау күндізгі. Жұтар алдында жағамыз. Күндізгі крем.
Күндізгі крем жағайын ба, түнгі крем жағайын ба сізге? Қалауыңыз берсін. Түнгі, наверное, уже. Жеті болды ғой Үйге уже. барып жатармыз. Жақсы онда, ночной крем жағайын. Түнгі крем жағайын, иә? Мана сывырткының үстінен, или сывырткіні екеуін араластырып жағуға болады. Сывырткінің үстінен де, или астын Крем жағайын. болады. Осы сывырткі деген көбіне үлкен адамдарға сывырткі болады да, көп Күшті болады. болады. Керек та. Жаңа айтып отқансың ғой, үлпілдеп тұр дейтін. Соның бәрін сорып жатыр. Еттің астын бүйтіп, оның астын бүйтіп, мына жерді бүйтіп, бүйтіп жайлап жағамыз. Сіңіріп алады. Бет құрғақ болғасын сіңіріп алады. Аш қой беттеген әлді шеш. Одан басқа озырыс сосын біздің озырықты. Адам үлкейген сайын беті құрғай береді. Солай. Крем жаға беруіміз керек. Денеміз де солай құрғай береді. Себебі бізде увлажнение аз. Суды да көп ішпейміз. Бір 2 күн қолданбаса крем, уже кожаның вообще ужас болып кетеді. Дұрыс. Өстіп бізде бетімізге крем жағамыз. Крем, жатардағы крем уже ұйықтауға дайын. Ал таңертең тұрғаннан кейін осылай дневной крем жағасыңдар ғой, уже макияжға дайындық. Осы дневной кремді жаққаннан кейін, мысалы дневной крем жақтыңдарына, уже беттеріңе тоналка жағылады. Ана любой возрастқа ма? Мынау ма? Мынау негізі 30-тан жоғарыларға. Апай жылтырап қалды да. Жылтырап қалды. Ұйықтап қалмаңыз, сіз ұйықтап крем жағып атқан жоқ. Жоқ, спокойно сіз жасын деп жатқаны ғой. Өте күшті болып бетіңіз. Жылтырап жақсы болып. Міне, өстіп беттеріңізге кремді жағасыңыздар. Жалпы біздің кремнің негізгі мәнін түсініңіздер ма? Иә. Кім түсінген жоқ? Возраст сұрайын ана платином әлде барлық возрастта 30-дан жоғарыға. Құрамында, бұл кремнің құрамында коллаген бар. Адамның бетін әжім тартады, лифтинг крем деп аталады. Сондықтан ол уже тереңдеу әжім 30-дан басталады. Қанша дегенмен де әжім болады 30-дағы адамда. Сондықтан бұның кремді 30-дан бастап жаға бересің. Коллаген деген, былай түсіндірейін саған. Белок деген кірпіш. Коллаген деген кірпіштің арасын бүйтіп жалғастырып тұратын балшық. Цемент кезіп. Түсіндің ба енді? Қазақшалап айтқанда. Егер үйдің жарында балшық түсіп қалса не істейді? Кірпіш құлай ма? Вот енді түсіндің ғой, иә? Коллаген деген балшық. Кожа восстанавливать етеді. Адамның терісін Первоначально. көтеріп тұратын сол коллаген. Бүйтіп бізді сықитып тұратын коллаген. Доброгенді неге көп іш деп айтады? Бәрін доброген ішіңдер дейді ғой. Себебі доброгеннің құрамында белок та бар, коллаген де бар. Доброген ішкеннен кейін адамның беті жылтырап жақсы болады. Қазіргі бізге беріліп жатқан доброген уже 12-15 жастан бастап ішуге болады. Әрі сүйектердің арасына жеткізіп береді. Мына қозғалысқа. Әрі біздің коллагенімізді көбейтеді. Коллагенді кез келген тамақтан ала алмаймыз. Қазір тамақтарда құнар жоқ. Бұрынғыдай сіңір жемейміз. Малдың тамағын, малдан еттен басқа майды вообще жемейміз. Сондықтан біздерге доброгенді күніне бір чайный ложка ішіп тұру керек. Доброгеннің пайдасы сол. Енді қыздар, компания туралы өстіп товарларды айтамыз. Апай болды ма? Болды, түнге дайын ұйқыға. Байқадыңыздар ма? Беті жылтырады да, бір жаққанда результат. Молочко. Сондықтан біз саған үлкен 60-қа жақындағы кісілерді премьерге алып Жоқ, шығарып. сіздің айтпайсыз, сізді алып Өзі әдемі су аржа. бетіңіз Су жақса. адам. Мана Маған крем молочко жаққасын, первый. одан сайын су. Молочко жаққаннан кейін уже видно. Рахмет Сізге де рахмет. Удачи жұмыстарыңызда. Так держать. Көмек айтыңдар адамдарға. Енді жалпы крем туралы айттым. Енді қыздар бүйтеміз. Осылай адамдарға товарды, кремді айта жүріп, компанияның мүмкіндігін айтып жіберуіміз керек. Енді кремді бәрі алады ғой. Бәрі әдемі болған жақсы көреді.
сол кремдерді пайдалана отырып, ол кремдер арқылы біз ақшаны далаға жібермей, қайтадан өзімізге ақша түсудің жолын айтуымыз керек. Қазір мысалы біздер бұрын кремді ана жерден, мына жерден, помаданы ана жерден алып, ақшамызды жан-жаққа сауа беретін едік. Ал осы Паверлик компаниясына келгені бәріміз өтпейміз. Мысалы осы жерде көп адам бар. Ақшасын далаға жібергісі келмейді бәрде. Кремді де осы жерден аламыз, подарканы да кеше той жасадым, осы жерден алдым. Иә, біреуге беретінді де. Сабынды да осы жерден алғым келеді. Зубный пастаны да осы жерден алғым келеді. Даладан зат алғым келмейді. Шайды да осы жерден алғым. Пайдасы да бар, экономия да бар. Иә. Денсаулыққа да бар. Дұрыс. И вообще қалдарды көбейіп Иә. Қалтамызға да пайда. Енді ол қалай? Ол қалай пайда береді бізге? Иә, ала бер. Ол былай. Мана айтты, компанияға келгенде 3 түрлі адам келеді. Енді өздеріңді айырыңдар. Мына жерде әле отыр. Ол келеді де алады да затын ана жақта көрмей кетіп қалады. Ал көп адам мына 50 жасап жібереді де адам шақырады. Себебі адам шақырсаң, адамдардың балы қосылады да саған ақша болады. Қайтадан манағы шығарған шығының өзіңе ақша болып келеді. Ал адамдарды шақырып алып, өзің оқып жіберіп оқытсаң, нұр үстіне нұр болып кетеді ғой. Дұрыс па? Міне, сондықтан компания айтады, 3 түрлі адамның біріншісі алушы дейді, потребитель дейді. Бәріміз потребительміз. Жаңа туғаннан бастап өлгенге дейін потребитель боламыз. Екінші адам продавец дейді. Ол мына жерден алып, апарып сатып жүреді, үстіне 5 теңге пайда көріп жүреді. Үшінші адам бизнеске келеді. Ол бизнесмен деп аталады. Біз бизнесменбіз. Себебі біз алада аламыз өзімізге, потребитель. Сатада аламыз. Және адамдарды шақырып, оқыта да аламыз. Бірақ компания сол үшін біздерге үлкен қомақты ақша төлейді. Көрдіңіз бе? Мына 3 міндетті орындай отырып, біз табысымызды алып жүрген адамдармыз. Енді ол қалай болады? Мысалы, міне сіз келдіңіз. Мынау сіз келдіңіз. 50 балды орындадыңыз. 6-5 адамды шақырдыңыз міне. Қосып адам шақырдыңыз. Мынау сіздің өзіңіздің таныстарыңыз, көршілеріңіз, араласып жүрген адамдарыңыз. Кімде танымайтын, танитын адам жоқ вообще. Бар ма ондай адам қазақтың арасында? Бәрінде танитын адам бар. Бәрінде. Даже мен кішкентай баладан сұрасам, пәленшені таниды, түгіншені таниды, көршілерді таниды, садиктегі апайларын таниды. Таниды ғой. Сол сияқты сіз таныстарыңыз шақырасыз да, оларға товарды мақтайсыз. Мана кремді мақтайсыз, порошокты мақтайсыз, зубный пастаны мақтайсыз. Қай уақытта мақтайсыз, пайдаланғанда мақтайсыз. Пайдаланбасаң мақтай алмайсың. Сондықтан компания не дейді? Мына 50 балдың товарын өзіңе ал дейді. Мақтау үшін. Сол үшін саған шақ подарок беріп отыр. Міне. Осыны алып ал да, сен тумаластарыңа жан-жағыңа мақта дейді. Сөйтіп мақтасаң, мына адамдар алғысы келеді. Саған әкеппеш дейді. А сен деген постоянно әркімнің затын апарып беру уақытың жоқ, жұмыстағы адамсыңдар ғой. Сен айтасың, одан өзің кір дейсің. Өзің кірсең, товарды арзан аласың дейсің. Шақ подаркасын аласың дейсің. Еще накопительный подарок, бесплатный подаркасын аласың дейсің, иә? Сондықтан адамдарды кіргізген пайдалы. Мен сіздерге айтайын. Ал адамдарға зат саттан ақшасын ала алмай жүресің. Мен өзім ең жек көретін затым, сүмеңдеп біреуден ақша сұрап жүрген зат, шынын жек көремін. Бермейді ол. Сосын бермесе, сен онымен ащы боласың. Ренжісесің. Манаға араласып жүрген адамыңнан итогында айырыласың. Ал одан айырылғың келмесе, өзін тіркеу керек. Мен тек реті келсе, өзін тіркеуге тырысам. Сондықтан жолдастар, танитын дос, жаран, тума, туыс, күйеуге шыққан қызың, бөлеге шыққан балаң бәрін тіркеп. Бөлеге шыққан балаң болса да бере бергің келмейді ғой. Өз алған жақсы көресің ғой, солай ма? Қызың болса да солай. Ақшасын бермесе, уже бір түрлі боласың. Иә, 2 апарасын, 3 апарып бересің. Содан кейін ойланасың ғой, бергің келмейді. Сондықтан келінді де өзін тірке. Қыздың да өзін тірке. Сіңіліңнің де, апаңның да, көршіңнің да, досыңның да әрқайсысының пайдаланатын заты болады. Бәрінің газы бар, бәрінің зубный паста пайдаланады, аузы бар, шашы бар бәрінің, денесі бар жуатын. Бәрінің өздері пайдаланады. Керегін өздері алсын. Манаға түймеш айтып кеткендей, компания арзанға кетті. 13,5% или 18,5%пен арзан қалады.
Егер 50 балл орындап тұрса, 18,5%-ке арзан қалады. 50 балл орындамаса, 13,5%-ке арзанға алады. Қай магазин саған арзанға береді? Ешкімді арзанға бермейді. Көрдіңіз бе? Енді досыңды кіргіздің, 10 балл орындап, көршіңді кіргіздің, 50 балл орындап. Мынау 10 бар, 15 балл, 40 балл, 50 балл орындады. Әркім өз керегін алды. Компания осы балдың бәрін сізге қосады. Сізге ақша шыға бастайды. Алғашқы ақша шығады. 100 балл бола ма? Компания 3% береді. 3% примерно 1000 теңге. 1000 теңгені кім береді? Қыздар, 5 рет таксиге мінесіңдер. 1000 теңге керек емес деп айтыңызшы. 1000 теңге керек қой. Қалталарында 1000 теңге болса, далаға лақтырып тастамайсыңдар ғой, керек емес деп. Дұрыс па? 5 теңге болса да, мысалы мына жерде мен бар ғой, пакет сатып алып қоямын. Пакет болмаса адамдар ренжиді. Даже сумкасында пакет тұрса, соны шығармайды. Менен бір пакетті жырып кеткісі келіп тұрады. 5 теңгенің пакетінде үйінде пакет мынандай болып үйіліп жатыр, соны әкелмей менен жырып кеткісі келіп тұрады. А көп офистерде ондай пакетті алып қоймайды. Вообще алып қоймайды. Коробка салып береді, одноразовыйға береді. Қалай алсаң олай алып, бәрі бүйтіп тұрады. Не қылсаң ол. А мен қойшы, жұмыстар шаршап келе жатыр ғой, бәрін пакетке салып алсыншы деп, ана базардан балама көтеріп әкеліп қоямын да, сосын оларға беремін. Шындығында мен бермеуіме де болады. Көрдіңіз? Компанияда 5 теңгенің пакеті бар. Біздің пакеттер тез жыртылады. Себебі ол мынандай қағаз топырақ болып кететін пакет. Нә пакетіміздің өзі тез жыртылады. Топырақ болып кететін пакет. Ал магазинде сатылып жатқан пакеттер өмір топырақ болмайды. Баклажкамен пакет табиғатты ластырады. Сондай пакеттер. Енді біріне ауысып біріне кетеді. Сонда мен айтайын деп тұрғаным, ой, көретін 1000 теңге ма дейді. Аманнан, данадан, сарбазардан затты алып жатырмыз ғой. Біз 1000 теңге көрмейміз ғой. Дұрыс па? Бермейді. Компания 1000 теңгені береді бізге. Еңбегіміз үшін не? 200 балл жасайсың ба? Группа бойынша. Қыздар, түсініп жатсыңдар ма? 100 балл, 200 балл. Мына шақырған адамдарының балын компания сізге қосып жатыр. Сонда сізге ақша шығып жатыр. Енді сіз 100 балл емес, 200 балл емес, неге 3000 балл жинамасқа? 3000 балл неге жинамаймыз? 60 адамың болса, командаменен, иә. Осының сізге 23% береді. Көбейтеді, иә, 23%-ке. Көбейтеді 300 теңгеге. Тең болады, 200 мыңдай ақша шығады, иә? Енді қараңыз. Саған шынекен, 1000 теңгеден көрі 200 мың теңге алған жақсы. 200 мың теңге алу үшін біздің мынандай шақыратын адамды көбейтуіміз керек. Бізде 60 адам болса, 50 балл жасайтын 3000 балл. Неге жасамайды? Не, сенен хуже ма? Сен жасайсың ба 50 баллды, ол да жасай алады. Ояту керек. Сен келіп жүрсің сабаққа, ол да келеді. Қыздар, сіздер ойламаңызшы, мен күштімін, ол әрсізде. Ол сенен де күшті. Просто біз біреу үшін уже айтып тастаймыз, ой, анау жаңа жасай алмайды, ананың қолы тимейді деп. Менің келінім бар, Гүлстан деген өзім туған келінім. 4 баласы бар, директор старший. Үйде отырады, үйден шықпайды. Алды баласының 5-те, арты 1-де. Декретнейді алып отыр осы жерде. А сол қалай жасап жатыр? Көп адамға айтсам, балам бар, немерем бар, үйден шыға алмаймын. Жолдастар, қараңдар, егер сенің 60 адамың болса, 50 балл жасайтын, спокойно директорге шығасыңдар. Ал 60 адамның бәрін сіз шақырмай, 6-ауын шақырып, қалғаны оның артынан шақырылатын адамдар. Енді мен сізге қызық айтайын мына жерде. Мына жерде сіз, мына жерде міне келініңіз тұр, иә? Келініңіздің сіз танымайтын танысы бар ма, жоқ па? Бар. А сіз көп адам етеді. Қойш, бірге 2 адамбыз ғой, мен жасай берейін, келінімді кіргізбей ақ қояйын дейді. А келініңді кіргізбесең, келін танысын шақырмайды. Не интересно оған? Сондықтан біздер келінді да, қызды да кіргізуіміз керек. Себебі оның сіз танымайтын таныстары көп. Оның досы болады,
оның басқа араласатын адамдары болады. Ол парикмахерскийге барады. Сол сияқты олардың танысы көп болады. Сондықтан мен артымнан өзімнің келіндерімді кіргіздім. Іңкәр деген келінімді бірінші кіргіздім. Сосын мен оның атынан кіргіздім. Мен өз таныстарыммен элит болып отырмын. Іңкәр өз таныстарымен бриллиант болып отыр. Іңкәрға мен адам жазып беріп жатқан ештеңем жоқ. Іңкәр маған адам жазып беріп жатқан ештеңесі жоқ. Дұрыс па? Бірақ екеуміз бірге тұрдық, 10 жыл бірге тұрдық. Біз айтқан жоқпыз, құсын Іңкәрдің алмай ақ қойсын, мен алайыншы деп айтқан жоқпын мен. Іңкәр өз жасады, мен өзім жасадым. Ол өз ақшасын алып отыр, мен өз ақшамды алып отырмын қазір, жеме-жемге келгенде. Көрдіңіз бе? Енді менің ана Гүлстан деген келінім бар, жаңа 4 баласы бар. Ол өз затын өзі алып, елу балын өз бөлек жасайды, оның да танысы бар. Оның да төркіні бар дегендей. Енді Ақмарал деген келінім бар, ол да бөлек тұрады. Оны да кіргіздім, ол да өзінің керегін алып жасап жатыр. Сондықтан қыздар, сіздерге айтатын ақылым, келінің болсын, қызың болсын, кіргіз, оларға үйрет, түсіндірі алып келмен жерге, олар өздерінің таныстарын шақырсын. Мына 60 адамның ішінде мына адамдар да кетеді. Бұның да балы сізге қосылады. Көрдіңіз бе, қандай керемет? Көп адам бүйтеді, қойшы апама өзім алып берейін, пәленшеме өзім алып берейін, өзім тасиым, кіргізбеймін, мен тек өзім білемін де жүре беремін. Дұрыс емес ол деген. 21 ғасыр информация ғасыры, тағы да айтамын, информацияны айтуымыз керек. Товар туралы, компания, бизнес туралы айтып, өзіміздің естігенімізді айта жүріп, сүйрелеп әкеліп мына жерге отырғызуымыз керек. Кім біліп жатыр? Ол айлыққа шығып кететін шығар. Ол үлкен табысқа шығып кететін шығар. Ол деген күшті премия алатын шығар. Оны неге қызғанамыз? Неге алдыртпаймыз? Мен бриллиант болғанда анша табыс алдым. Ал кеше келінім бриллиант болғанда 2 миллион алдым. Қазір ақша өсті бізде. Вообще көбейіп жатыр. Бұрын біз 200 мың теңге алатын едік директор болғанда. Қазір міне Гүлмира неше алдың? 275 мың премия алды кеше. Айлықтан басқа. Сондықтан қыздар, жолдастар, мына кісіге де айлық шықсын, мына кісіге де айлық шықсын. Жан-жағындағы адамдарға айтыңдар, түсіндіріңдер. Адамдар түсінбейді. Түсінбегендіктен жасамайды. Түсінген адам жүгіріп жүріп жасайды. Мысалы, Нұрсұлудың алдында менде кім бар? Мейрамгүл бар, Мейрамгүл айтсам, ой апай деймін. Бір күні ол Нұрсұлуға айтқанда, Нұрсұлу мә күшті екен, мен жасайыншы деп жүгіріп еді, ол да қалмай жүгіріп жүр. Көрдің бе? Асты жүгіріп еді, үсті де жүгіріп бастады. Ол да алғысы келіп кетті ақшаны. Енді жүгіріп кетті, қайта келіп жүр. Көрдің бе? Сондықтан біздің компанияның бір жақсысы, міне жердегі адамдардың балында болса, оның артындағы адамдардың балында болса, мына жақтағы бір адам тұнау Бакуден кіріп 10 бал жасаса, ол да қосылады сізге. 44-42 мемлекетте заң түрде жасайды қазір. 42 мемлекеттен адам кіргізе аласыңыздар. Даже бөтен мемлекеттен адам кірсе, ақшасы көп балы көп болады. Ақша көп құйылады. Россиядан көп. Себебі оларда бізде шаққанда 5 мың бірдеме теңге ғой да? Теңгемен оларда көп. Жақсы ақша құйылады. Шетелден жазыңдар адам. Россия өліп Қазақстанның адамын жазып жатыр. Біз неге Россиядан жазбаймыз? Оларға шетел боламыз ғой. Иә, біз Россияға шетелміз. Біздің адамдарды жазып жатыр, тұрылдар. Иә. Сондықтан жолдастар, адамды көп жазыңдар. Болашаққа қалатын ақшаны ал. Енді мен сіздерге мынаны түсіндірейін. Мынау осы. Сіз мынау көрінбейтін мекеме ашып жатсыңыз. Мекеме мынау, үлкен мекеме құрып жатсыңыз. Мысалы, мен өзіме үлкен мекеме құрып қойдым. Бұл мекемеден маған 21 күн сайын бір жылда 19 рет ақша түседі. Кеше мен той өткіздім, бірақ та келген жоқпын вообще. Шаруамды бітірдім, тойымды өткіздім, демалыс күні қонақтардың бәрін шығарсақ, бүгін келіп тұрмын бірінші. Маған ақша кеше түсті. Ал ертең каталогтен тағы ақша түседі. Себебі мен мына мекемені құрып тастадым 7 жыл бұрын. Сіздерге де айтатын ақылым, мекемені құрыңдар. Бұл мекемені сендерден ешкім тартып ала алмайды. Сіз біреулер айтады, сіздерден итта құста директор бола бере ма дейді. Иә, бізде итта құста директор болады. Главный кімнің ойы түсу, сол директор болады. Ол директорлік орныңды ешкім тартып ала алмайды. Мысалы, мектептің директоры болса, сенің орныңды біреу тартып алады. Дұрыс па? Или басқа мұнай компаниясының директоры болса, сені бір күн пенсия ашқанда алып тастайды, орнына бөтен адам келеді. Блат бәрі жаққа. Бізге блаттың қажеті жоқ. Бізге дейтін дипломның да қажеті жоқ. Бізге возрастың да қажеті жоқ. Бізге ұлттың да қажеті жоқ.
ешқандай жынысқа да қарамаймыз. Любой 14 жастан бастап адам тіркеледі, керегін ала отырып, манағы мен айтқандардың бәрін орындап, өзіне үлкен мекеме құрып алады. Бизнес мынау деген. Сосын мынау сенің балаңа, ұрпағыңа қалатын ақша. Бұдан түскен ақшаны ешкім тартып ала алмайды. Сен олай-бұлай болып кеткенде балаңа қалады. Болды. Команда передается. Передается. Мысалы мен өліп қалсам, мынаны мен балдарыма дарит етіп кетемін. Дарствение болып қалады. Я тұратырам ғой енді мен деген әлі қанша деректі шығаруым керек. Иә. Так что мен пайдалы кемпірмін. Пайдалы кемпір болуларың келе ма? Районда жұмыс жасаңдар. Пайдасыз адам ешкімге керек емес. Мысалы кеше ойлап қоямын. Құдалыққа кімді жібереміз? Былай қызық әңгіме да? Кімді жібереміз? Енеміз екеуміз бәріміз ақылдасып жатырмыз. Пәленшені жіберу керек, түгенше. Ананы айтсақ сөйлей алмайды. Ананы айтсам түрі жоқ. Ананы айтсам арақ ішеді. Бәрін мен ұстап жатырмыз. Ішінде бір ірілеу келген, қомақты, түрі де жақсылау, жақсы сөйлейтін қайнағымыз бар. Соны жіберем деді енем. Бәріміз дұрыс деді. Сосын Ақтөбеден қайнағым келеді, өзі әдемі, жіптікте, сөйлеген жақсы сөйлейді, мәдениетті. Соны жіберу керек. Қара, пайдалы шалдар. Пайдалы адамдар. Вот сондай пайдалы болу керек. Ішімде ойлап қоямын. Пайдалы болған қандай жақсы да, мысалы. Көбісін шығарып жатырмыз спискіде. Жоқ болмайды. Пайдасыз да, үйіне де керек емес, бізге де керек емес. Құдалыққа жарамайды. Жоқ, жақындығының кемі жоқ, құдалыққа жарамайды. Арақ шықпай. Барғаннан кейін дұрыс әңгімесін айтпайды. Барып сөйлеп отырады. Жөн-жосықты білмейді, батада білмейді біреулер бар. Құран оқып білмейді. Не керек ондай адамды құдалыққа жіберіп деп айтып жатырмыз да? Сол ойлап отырмын. Оны пәберлікті ойлап отырмын ғой, салыстырып. Пайдалы адам болу керек. Барлық адамдар пайдалы болу керек. Мемлекетке де, досына да, тумасына да, бала шағасына да пайдасы тигізіп кету керек. Көп ата-ана баласын кредитке тығып кетеді. Еңіреп, зарлатып, қақсатып, кредитке тығып кетеді. Ол жақсы ма? Балдарын қаңғытып кетеді кредитке тығып. Дұрыс емес ол деген. Сондықтан үлкен қыздар бар, кішкентай қыздар бар, осы бастан сауатты болу керек. Сауатты болу үшін сабаққа қатысу керек. Мынау бір какой-то бір бөлігі біздің айтып жатқан әңгіме. Тренингке қатысу керек. Сетевой бизнесте үлкен оқулары бар. Сол сетевой бизнестің оқуына қатысу керек. Сонда ғана адам түсініп бастайды, мүмкіндікті түсінеді. Мүмкіндікті түсіну оңай емес. Тек бір-екі келгеннен адам түсініп кетпейді. Көп уақыт керек. Мен 7,5 жылдан бері сетевой бизнесте жасап келеді. Почти 8 жыл болды да. Білмейтінім көп, көзім мысықтың көзі ұстап жаңа шығып келе жатыр. Сіздер жап-жаңа келіп отырсыңдар. 1-ші кластағы аны білмейтін баласыңдар. Сабаққа жиі қатысыңдар. Сосын қыздар, бір затты білесіңдер ма? Мына крем туралы білесің ба? Шықта айтты.